Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге болсын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, барлықтарыңызға ұнайтын кесе самса дайындаймыз. Керемет сочный болып шығады. Кесіп көрсетіп қойдым. Бірінші кесе самсаның қамырын дайындап аламыз. Толық рецепт видеоның астында описание бөліміне жазып қойдым. Қамырын дайындап елеп аламыз. Осындай өте керемет, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа демалуға қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына барлығын осылай кубиктап, турап, майдалап, турап дайындап аламыз. Қалауларыңыз бойынша құйрық май немесе іш майдан қоссаңыздар болады. Тұз, бұрыш дәміне қарай қосасыздар. Дайын болған қамырымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлесіздер. Бұл қамырдан 4 үлкен самса шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай үлкен 4 бөлшекке, орташа 4 бөлшекке және де кішкентай 4 бөлшекке бөліп қоясыздар. Тағы да бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Енді қамырымызды дайын болған алып, жайып бастаймыз. Ең бірінші үлкен қамырдан бастаймыз. Осылай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Ортасы тереңдеу ыдысымызға жайып алған қамырымызды саламыз. Және де осы қамырымыздың үстіне салмамызды салып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шетінен бастап түйіп шығамыз. Осылай барлығын бір-біріне жабыстырып аламыз. Енді кесемізден аламыз. Міне қамырдың астын және үстін көрдіңіздер. Енді орташа бөліктегі қамырды алып, оны да жаямыз. Бұл біздің кесе самсамыздың асты болады. Жаңағы самсамызды осы қамырдың үстіне қоямыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жабыстырып шығамыз. Енді ең кішкентай қамырды алып, 3 бөлшекке бөлеміз. Және де осы 2 бөлшегімізді видеода көріп тұрғандай ұзын етіп жайып шығамыз. Осылай өрген сияқты осылай орап шығамыз. Бұл біздің кесе самсамыздың крышка дейді ғой, сол сияқты болады. Тура осылай жасайсыздар және де ортасына домалақ етіп қойып қоясыздар. Осылай барлық самсамызды, кесе самсамызды жасап шығып, арнайы ыдысымыздың үстіне қойып қоямыз. Самсаларымызды қойып болғаннан кейін бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Кесе самсаларымыз алдын ала қызып тұрған пешке салып 40 минуттай пісіріп аламыз. Достар, өте керемет, дәмді, сочный кесе самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын!